Сәлеметсіздер ме 9-шы сынып оқушылары. Бүгін біз 35-ші жаттығуды орындаймыз. Есептерді толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші жаттығудан бастайық. Бізге лити берілген 8-де 3 лити. Бірінші жаттығуда бізде массалық сан 8-ге тең, және де электрон саны 3-ге тең болып тұр. Енді бета және альфа ыдырауды жазу керекпіз. Бета ыдырау дегеніміз бұл электрондар, бұл 0 минус 1 электрон. Альфа ыдырау дегеніміз ол гелий, яғни 4-те 2 гелий болады. Енді қарап, бізде мынау массалық сандардың жоғарыдағы барлығының қосындысы тең болу керек, яғни мынау бөліктегі қосындылары 8-ге тең болу керек деген сөз, ал астындағысы 3-ге тең болу керек деген сөз. Сонда біз егерде мына жерде 4-ті қоссақ 8-ге тең болады, сонда біз мына жерге 4-ті жазады екенбіз. Астында 2-ні жазамыз, өйткені минус 1, мына жерге 2-ні жазатын болсақ 4-тен 1-ді азайтылады, сонда 3 шығады. Сонда мына жақта 2 болады. Ал 4-те 2, яғни атомдық массалық сан 4 болатын, электрон 2 болатын, ол бізде гелий болады. Жауабы гелийге тең, яғни 4-те 2 гелий. Екінші есепте химиялық элементтің ядросы басқа ядроның тізбектей альфа және бета ыдырауынан кейін пайда болған. Ол қандай ядро дейді. Яғни бұны былай жазамыз. Бірінші бізде альфа ыдырау болса, яғни 4-те 2 гелий болады. Қосу электрон, яғни бета ыдырау, электрон қосу мынау элементте химиялық элемент шықтыр 211. Бұл соңғы шыққан элемент, сондықтан біз мына жерге жазамыз. Соңғы элементке 83b. Енді біз мына бастапқы элементті табуымыз керек. Оны табу үшін қараймыз. Мына жерде мына жақтағы барлығының қосындысы, жоғарыдағы массаларының, нөлдік массаларының қосындысы қаншаға тең? 215-ге тең болып тұр. 215-ге тең. Астында 83 минус 1 плюс 2, яғни 82 болады деген сөз. 84. Енді біз осыны Менделеев кестесінен қараймыз. Жауабы 215, 84 полоний. Енді үй жұмысының есебін шығарайық. Уран берілген 2 бета ыдырау және 1 альфа ыдырау ұшырағаннан кейін қандай элемент түзеді дейді. Бізде бірінші есепте 239, 92 уран берілген. Бұл бізде бета, 2 рет бета ыдырау, яғни бета дегеніміз электрон 0 минус 1 электрон плюс 0 минус 1 электрон, 2 рет. Сосын 1 альфа ыдырау, 4-те 2 гелий. Қосу. Енді мынау жоғарыдағы мәндердің қосындысы мынаған тең болу керек. Сонда бізде жоғарысында 235 болады деген сөз. 235-ге 4-ті қосатын болсақ 239 шығады. Енді астыңғы бөлікте 92 болады. 92. Енді 92 бізде қаншасыншы элемент болады, соны анықтаймыз. 92 бұл бізде уран екен. Яғни уранның өзі шығады. Жауабы 235, 92 уран болады. Енді екінші есепте ядросы, полоний ядросы 2 тізбекте альфа ыдыраудан кейін түзілген. Полоний ядросы қандай ядродан тұрады дейді. Яғни бізге соңғы элементті, бастапқы элементті табу керек. Соңғы элементіміз полоний болып тұр. Яғни бұл 2 рет альфа ыдырау, 4-те 2 гелий, қосу 4-те 2 гелий, 2 рет болады. 4-те 2 гелий. Қосу полоний 216, 84 полоний болады. Енді қарайық, жоғарғы бөлікте мәндерін қосамыз, яғни 4-ке 216-ны қоссақ, 220, 220-ға 4 қосамыз, 224 болады. Астында 4 қосамыз, 88 болады. 88. Енді 88 элементті анықтайық. Реттік саны 88 бізде қандай элемент болады? Радий екен. Жауабы радий болады. Радий.